Мәселен тарих дейтін бақтабамыз қазақтың қасқа жолы қатпараңыз, музейдің радио арнасымен бабалар жүріп өткен сақталарыз, дәуірлерді дәріптеп бұл арнада ғасырлар ғаламатын ақтарамыз. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде музей радиосы, апта күні дүйсенбі, микрофон алдында мен, Әйгерім Сейітбекқызы. Қазақ елінің аурухын көтеру үшін оның тарихын, әдебиетін, мәдениетін білу парыз. Ұлттың тарихы өлке тарихынан басталады. Сыр өлкесінің тарихын, әдебиетін, мәдениетін, жалпы руханиятын дамыту жолында қызмет жасап келе жатқан ғалымдар аз емес. Бүгін бізде қонақта рухы мықты ел ғана мәңгілік ел болуға ұмтылады деген қағиданы ұстанған Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің ғалымы, қазақ тілі әдебиеті және журналистика кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты Тұяқбай Ғабит Әнешұлы. Қош келдіңіз, ағай. Ғабит Әнешұлы, сұхбатымызды құттықтаудан бастағым келіп отыр. Биыл сіз үшін олжалы, табысты жыл болды. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетінің 2021-2023 жылдар аралығындағы осы гранттық қаржыландыруға арналған конкурс нәтижесінде сіздің жобаңыз жоғары нәтижемен жеңімпаз атанды. Жоба жалпы Сыр өңірінің топонимдеріне арналады, тарихи топонимдеріне арналады. Толық айта кетсек, Қызылорда облысының тарихи топонимдері, когнитивтік, әдеби негіздері және ұлттық код деп аталады. Жалпы бұл жоба өз жұмысын бастап кетті ме? Жобаның жұмыс тобы қандай, құрамы қандай? Жалпы бұл идея сізге қайдан келді? Жобаның мақсаты, күтілетін нәтижесі қандай деген сұрақтарға берсеңіз. Рахмет, Әйгерім. Біріншіден жалпы мынау өзі ғылымда бір мынандай нәрсе бар. Мәселен, әсіресе бұл біздің гуманитарлық ғылым саласына көбірек қатысты. Әр ғалым белгілі бір деңгейде өзінің ұлтына еңбек сіңірумен бірге, сонымен бірге ол өзінің туған топырағына еңбегін сіңіру керек. Бұл әсіресе мынау гуманитарлық бағыттағы ғылымның негізгі ерекшелігі. Өйткені басқа ғылым салаларына қарағанда осы гуманитарлық ғылымда белгілі бір деңгейде өңірлік сипат болады. Осы тұрғыдан қарағанда біздің Қорқыт ата университетінің ғалымдары осы бағытта біраз жұмыстарды жасап жатыр. Бір ғана мысалды айтып кетуімізге болады. Бізде мысалға Әзілхан Тәжекеев деген талантты жас ғалым бар. Ол осы Сыр өңірінің археологиясымен айналысып жүргеніне ұзақ уақыт болды. Оның зерттеулері, оның жүргізіп жатқан қазба жұмыстары қазір тек қана біздің облыстың немесе республиканың деңгейінде емес, бұл әлемге, шетелдерге белгілі бола бастады. Яғни бұл деген сөз осы Әзілханның зерттеуінің, Әзілханның оның қасындағы ғалымдардың зерттеуінің нәтижесінде Сыр өңірінің ежелгі тарихымен шетелдік ғалымдар, әлем ғалымдар таныса бастады деген сөз. Яғни ғалымның негізгі еңбегінің біреуі де осы. Енді осы бағытта мынау біздің жобамыз бұл Сыр өңірінің тарихи топонимдері, әдеби когнитивтік негіздері. Осының барлығымыз бұл ұлттық дүниетаныммен байланыстырып қараймыз. Қазіргі кезде жоба өзінің жұмысын бастарды. Енді жаңа жобаның құрамы туралы айтып жатсың ғой. Жобаның құрамында өзіміздің университеттің әдебиетшілері, тілшілері бар, тарихшылар бар. Сонымен бірге Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтынан ғалымдар бар. Түркияның Қажы Байрам университетінің ғалымы Хуля Касабоғлы деген тілші кісі бар, профессор. Міне осындай құрамменен біз жалпы осы Сыр өңірінің тарихи топонимдері, осы тарихи жер-су атауларына байланысты топонимикалық аңыздар, сосын оның белгілі бір деңгейдегі когнитивтік негіздеріне шолу жасауымыз керек. Әрине, мынау біздің басқа өңірлерде бұл тарихи топонимдер әр өңірдің, әр облыстың тарихи топонимдері зерттеліп, оған байланысты үлкен монографиялар шыққан. Ал мынау түркі
кәдімгі дүниесінде өзіндік орны бар біздің Сыр өңірінің осы уақытқа дейін тарихи топонимдері үлкен зерттеу объектісіне айналған жоқ. Әрине бір анықтамалықтар, белгілі бір деңгейдегі шағын мақалалар жарық көріп жүрді, бірақ бұл үлкен бір кәдімгі іргелі зерттеудің объектісі ғой. Нысаны ғой. Сондықтан да біздің негізгі мақсаттарымыздың бірі осы Сыр өңірінің тарихи топонимдерін зерттеу арқылы өңірдің тарихы, өңірдің әдебиеті деген мәселеге назар аударғымыз келеді. Жалпы топонимдер туралы айтқан кезде мынандай нәрседе есте болу керек. Тарихи жер-су атаулары еш уақытта саясаттан тыс қалмаған. Кез келген уақытта қай қоғам болмасын, сол қоғамның саяси көріністері тарихи топонимдерден көрініп тұрады. Мәселен, кешегі кеңестік кезеңдердегі атаулар, жер-су атаулары. Олар біздің ұлттық дүниетаныммен қалыптасқан, ұлттың өмірлік тәжірибесін көрсететін, ұлттың кәдімгі көркем ойлау қабілетін көрсететін тарихи топонимдерден бізді алшақтатуға тырысты. Сөйтіп олар біздің жер-су атауларымыздың барлығын кәдімгі өзге тілге, орыс тілге аудара бастады. Яғни бұл не? Бұл жалпы ұлттық сананы, ұлттық дүниетанымды сындырудың, ұлттық сананы сындырудың үлкен бір тәсілі осы. Өйткені келер ұрпақ мына жерде менің ата-бабам мекендеді ау, мынау тарихи атаулар сол менің ата-бабамнан қалған екен деген нәрсені ойламау үшін олар кеңестік идеология саналы түрде сол біздің жер-су атауларымыздан ұрпақты айыруға кірісті. Енді тәуелсіздік алдық, шүкір, қазір жаман емес қой енді. Сондықтан осы бағытта да жұмыс істеуіміз керек. Бір ғана мысалды айтайын, біздің Қызылорда атауы. Осы Қызылорда деген атаудың тарихи тамырына, оның генетикалық мағынасына көп бойлай бермейтін кісілер осы Қызылорда деген атауға көбірек тиіседі. Неге әлі Қызылорда? Бұл әлі анау Қызылдардан, кеңестік империядан қалған атау ма деген сияқты мәселелерді айтады. Жасыратын жоқ, менің өзім де сондай ұстанымда болып келдім. Осы ұстанымда жалпы Қызылорда деген атауға байланысты ойды өзгертуге себеп болған мынандай нәрсе. Мен 2019 жылы Қорқыт бабамыздың мұраларын, Қорқыт туралы аңыздарды жинақтау мақсатында Әзербайжан мемлекетінде болдым. Сонда енді қайдан келдің, қайда кімсің деген сұрақтар туады. Осындай ғалымдардың ортасында, оларда ана ғылым академиясында әлі жұмыс істеп тұр ғой. Сонда Қазақстаннан, Қызылордадан келдім. Қорқыт ата атындағы Қызылорда ол кезде мемлекеттік университетінен келдім деген кезде, ана кісілер деген ой қандай керемет. Қызылорда, Қорқыт ата деп. Сол кезде барып біз бірте-бірте ойландық. Жалпы қызыл деген түрік тілінде бұл алтын деген мағынаны береді. Алтын деген мағынаны береді. Сонда мынау кешегі 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялылары Сұлтанбек Қожанов бастаған. Қызылорда Астана болып жатқан кезде, Ақмешіттен атын өзгерту керек болған кезде осы бір нәрсе ойға келген болу керек деп ойлаймын. Өйткені бізде де бұл анау астықты қызыл деп атау, алтын деп атау бұрыннан бар нәрсе бар. Сонда мынау қызыл деген түрік тілінде алтын деген мағынаны беретін болса, сонда жаңа айтып отырған қазақтың сол кездегі зиялылары анау кеңестік идеологияға бір ашықтан ашық қарсы шыға алмағанмен де ішкі ойында, түпкірінде осы Алтын Орда деген дүние тұрды ғой деп ойлаймын. Сондықтан қазір мысалға мына Қызылорда дегеніміз бұл Алтын Орда деген мағынаны білдіреді. Сондықтан мен қазіргі кезде осы шынында да мынау осы өзіміздің облыстың атауына кәдімгі мақтанышпен қарайсың. Міне
тарихи топонимдер дегеніміз осы ғой. Оның сыры, анау тереңде, этимологиясы, оның астары тереңде жатады. Осындай нәрселерді біздің негізгі мақсатымызда осындай тарихи топонимдердің астарын ашу. Оларға байланысты түрлі елдің аузында жүрген аңыз әңгімелер бар. Сол аңыз әңгімелерді жинақтау, оларды тарихи деректермен салыстыру деген мәселе төңірегінде осындай жұмысты қолға алып жатырмыз. Бұл да біздің өлкеміз үшін, өңіріміз үшін бір жақсы ғылыми жоба деп айтуымызға болады. Керемет. Маған жаңа тың дерек болып отыр осы Қызылорда атауын. Осылай сіз жаңа қырынан, екінші бір ракурстан әкеп қарастырып жатырсыз. Осы күнге дейін Қоңырқожа Қожықов осы идеяны кімге, Сұлтанбек Қожановқа тастаған, осы жаңағы кеңестік үкіметі де ренжітпейді деп, қызыл деп алайық деп, біздің шөл атауымыз орда болсын деп, екі атауды біріктіріп, сол атау өтіп кетсін деген ниетпен солай жасаған болу керек деп, сіздің әңгімеңізден кейін сондай тұжырымға келіп отырмын. Әдемі. Өйткені біз Қызылорда деген кезде осы атауға келгенде бір ұялып қалатын жерлеріміз көп болатын, мысалға Петропавл, жаңағы Павлодар, Кереку, Қызылжар болып ауыстырып жатқанда біз неге алмаспаймыз, Ақмешіт дейтін алмаспаймыз деп осы мәселе көтеріп бір басылып жүрді. Жаңа қырынан ашылған тың дерек мен үшін жаңалық болып отыр, тамаша. Енді Қазақстанның әкімшілік аумақтық картасы Ресейдің картасына ұқсайтын себебі жер су атаулары, елді мекен атаулары басым бөлігі өзге тілде, орыс тілінде болатыны. Сыр өңірінде сол отаршылдық дәуірде өзгеріске ұшыраған жер су атаулары бар ма? Кездесе ме? Енді ол біздің тіптен алысқа бармай осы Перовская. Бұл енді жаңа біздің губернатордың есіммен байланысты. Соның жаңағы бір туған күніне ма, мерейтойына ма байланысты тұтастай біздің өлкенің атын соның атын ауыстырып жүрген ғой. Сол сияқты мынау кешегі мына жерде тұрған Александровский бар мысалға. Сондай атаулар көп, енді олардың барлығын біз анау өзінің тарихи атауына қайтып келіп жатыр ғой. Бұл да тәуелсіздіктің жемісі. Енді жаңа айтып кеттім, жалпы анау біздің аудандардағы сол кезеңдердегі кеңшарлар дейміз ғой, енді ұжымшарлар, солардың барлығы да осы партияның съездерінің атымен аталды. Партияның 21-ші съезі атындағы совхоз, партияның 18-ші съезі атындағы совхоз деген сияқты. Солардың барлығы да жаңағы кеңестік идеологияның ықпалы. Және оның бәрінің астарында жаңағы ұлтты өзінің санасынан айыру. Болашақта мынау жаңағы ұрпақ бірнеше ғасыр ауысқаннан кейін осы жердің атауларының барлығы тек қана орыс тілінде болып тұратын болса, олар шынында да біз осы біздің ата-бабамыз мекендемеген екен бұл жерді, бұл орыстың жері екен деген сияқты ой қалыптасады. Ал осы тарихи атаулар сол күйінде сақталатын болса, осы жердің иесі менмін деген кәдімгі ұрпақтың бойында бұл бір жағынан жаңа саяси болатын болса, екінші жағынан кәдімгі туған топыраққа, елге, жерге, ұлтқа деген махаббат. Сондықтан бұны бұдан айыру кеше кеңестік кезеңде ең бірінші жолға қойылған. Сондықтан енді қазіргі кезде бұл мәселенің барлығы жолға қойылып келе жатыр ғой, жақсы. Осының бәріне біздің еліміздің кәдімгі ұлт жанды, ел жанды азаматтардың еңбегі сіңді ғой деп ойлаймын. Сондықтан әлде де сондай атаулар болатын болса, бұл нәрседен біз құтылуымыз керек. Тіптен мына көшенің атаулары болсын, елді мекендердің атаулары болсын. Біздің Қызылорда қазір енді 90%-ның үстінде жаңарды ғой, жақсы атаулардың барлығында. Бірақ кеңестік кезеңде сондай атаулар болған. Енді осы жобаның нәтижесінде аномастикада қордаланып қалған мәселелерді шешуге көмектесе ме, септігін тигізе ме? Енді біріншіден бұл біздің жобамыз ғылыми жоба. Бірақ енді аномастикадағы жалпы қордаланып қалған мәселелерге байланысты біз
негізгі мынау ақпарат құралдарында осындай әлеуметтік желілерде болмаса басқа жерлерде өзіміздің ойларымызды, ұсыныстарымызды беріп келе жатырмыз ғой. Бұндай ұсыныстар алдағы уақытта да болады. Бірақ негізгі біздің жобаның негізгі мақсаты ол жаңағы тарихи жер су атауларының сырын ашу. Оларға байланысты кәдімгі елдің аузындағы жүрген аңыздар менен тарихи деректерді салыстыра отырып, кәдімгі ғылыми жаңағы дерек көздерін пайдалана отырып, сол атаулардың кәдімгі осы өңірге тән, ұлтқа тән сипатын ашуымыз керек. Мынау ұлттық дүниетан деп отырмыз ғой жаңағы. Бұл жалпы кез келген тарихи атаудың артында ұлттың тарихы, ұлттың жүріп өткен жолы, ұлттың дүниетанымыз жатады. Біздің мынау кейбір әсіресе 19 ғасырға дейінгі жер су атауларының көпшілігі адамның атымен аталған жоқ. Көпшілігі кәдімгі поэтикалық атаулар. Мысалға жаңағы мынау жылаған ата, болмаса тағы да түрлі мынау өзендерге, көлдерге, жерлерге байланысты кәдімгі поэтикалық атаулар бар. Бұл не? Ол айналып келген кезде мынау халықтың, қазақ халқының көркем ойлау деңгейін көрсетеді. Ұлттың дүниетанымын көрсетеді. Соны біз негізгі осы ғылыми бағытта кәдімгі дәлелдеп шығуымыз керек. Біздің ғылыми жобаның негізгі мақсаты осы. Рахмет, тамаша. Жобаңызға сәттілік тілейміз. Тың деректер, соны мәліметтер көп бола берсін деймін. Ал енді филолог ғалым ретінде сізді енді әдебиет тіл туралы сұрамасам енді үлкен қателік болар менің тарапымнан. Жалпы руханият сан саладан құралады ғой, әдебиет соның бір бөлшегі. Қазіргі таңда қазақ әдебиетінің жай-күйі қандай? Сыр елінің әдеби рухани мұрасына қандай баға бересіз? Енді біріншіден мынау әдебиет дегенде, соның ішінде мына сыр өңірі әдебиет деген кезде біз ең бірінші осы аузымызға ілігетіні, ойымызға оралатыны ол Қорқыт. Қорқыттан қалған аңыздар, Қорқыт ата жыры. Осылардың барлығы біздің сыр өңірі әдебиетінің қалыптасуына, оның ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына әсерін тигізген деп айта аламыз. Жалпы мынау жаңа айтып кеттім ғой, мысалға әдебиеттің өзінде өңірлік сипат бар. Әсіресе бұл 20 ғасырдың басына дейін әдебиеттегі осы өңірлік сипат алға өріліп келген. Мәселен, анау Жетісу мектебі, арқадағы Сал-Серілер мектебі, дәл сондай біздің Сыр Сүлейлері мектебі. Міне осы Сыр Сүлейлері мектебі дегеніміздің өзі, егерде біздің қазақ әдебиетін бір үлкен телегей теңізге теңейтін болсақ, мынау сыр бойындағы ақындық, жыраулық мектепті сол телегей теңіздің бір бастау бұлақтарында елестетуімізге болады. Анау Қорқыт ата бастаған мына сыр өңірінен шыққан небір ақын жыраулар, бұл біздің ұлттық әдебиеттің дамуына, қалыптасуына, оның әрмен қарай өркендеуіне үлкен еңбек сіңірді. Әсіресе 19 ғасыр менен 20 ғасырдың басында, мынау 19 ғасырды біз қазақ әдебиетінің ренессанстық кезеңі деп атаймыз. Бүкіл аймақтарда, бүкіл әдебиетте бір үлкен бір дүмпу болды. Дәл осы ренессанстық кезең біздің қазақ әдебиетіне де, біздің сыр өңірі әдебиетіне де өзіндік ықпалын тигізді. Анау Нысанбай жыраулар 18 ғасырдағы, анау Базар жырау, Ешмағамбет Сал, одан бергі Кетер Жүсіп, жаңағы Қаңлы Жүсіп, мынау Тұрмағамбеттер, бұлардың барлығы да кәдімгі осы өзіндік бір даралық қасиетпен әдебиетке келген адамдар. Таза осы сыр өңірінің өзіндік бір қасиетін, ерекшелігін көрсететін әдебиеттің өкілдері.
біз кешегі осы біздің сыр өңірі әдебиетінде өзі осы 20 ғасырдың басына дейінгі мектептің өкілдерінен зерттелмей қалған ақындар жоқтың қасы. Базаралы болсын, Кетей Жүсіп болсын, Хан Жүсіп болсын, Тұрмағанбет болсын, барлығы да зерттелді. Бірақ дегенмен де бұларды әлде де біз қарауымыз керек. Мәселен, Тұрмағанбеттің дидактикалық өлеңдеріндегі исламдық танымдар, ондағы шығыстық сарындар, сонымен бірге мынау Тұрмағанбет шығармаларындағы діни ағартушылық ағым деген мәселелер біз әлде де толық зерттеліп болды деп айта алмаймыз. Екінші бір мәселе, қазір әдебиетте алаш әдебиеті деген ұғым тәуелсіздіктен кейін қалыптасты. Біздің сыр бойының ақындар жаңағы Хан Жүсіптер, Тұрмағанбеттер, Кетей Жүсіптер, осы бір орталықтан тыс жерде өмір сүріп жатып-ақ, осы ұлттың басына түскен қауіп-қатерден тыс қалмаған, сырт қалмаған. Оны Тұрмағанбеттің өлеңдерінен де анық байқаймыз. Әсіресе оның діни ағартушылық бағыттағы өлеңдерінде осы исламның жоғалып бара жатқандығын, жұрттың исламдық санасының, мұсылмандық сананың өзгеріп бара жатқандығының барлығын осы кеңестік идеологияға әкеп тірейді. Тұрмағанбеттің мықтылығы сонда. Сол сияқты мына Хан Жүсіп Қадырбергенұлы деген ақын, бұның мысалға «Бірлік туына» деген арнау өлеңі бар. Бұл кәдімгі өзіміз білетін «Бірлік туы» деген газет 17-18 жылдары шығып тұрған. Сонда ол алаш азаматтарына жаңағы өлеңде мына елді түзейін десең, елдің болашағын ойлайын десең, бірлік туының маңына топтас деген ойлайды. Осы мына сырдың бойында, Қараөзектің бойында өмір сүріп жүрген Хан Жүсіптің дәл осы өлеңінде кәдімгі алаштық идея, кәдімгі ұлттың болашағына деген бір кәдімгі күрескерлік рухты көруімізге болады. Міне осындай сыр бойының ақындар деген кезімізде біз ең бірінші осы мынау 19 ғасыр менен 20 ғасырдың басындағы сыр сүлейлерін айтуымыз керек. Енді ол мектептің өкілдері 20 ғасырда қазақ әдебиетінің алтын ғасыр деп атады. Бұл қазақ прозасына байланысты, қазақ поэзиясына байланысты болсын. Енді дәл осы кезеңдерде біздің сырдың бойында осы қазақ әдебиетінің дамуына үлес қосқан талай ақындар, жазушылар шықты. Әбді Тәжібаев, Асқар Тоқмағанбет, Әбдіжәміл Нұрпейісовтер, Зейнолла Шүкіровтер. Бір ғана Зейнолла Шүкіровтің өзінің поэзиясы, прозасы неге тұрады? Анау тағдырменен, анандай тағдырменен алысып, арпалысып жүріп, соншама дүниелерді өмірге әкелу, ол өмірге деген құштарлық. Міне бұл біздің дәл осындай әдебиет бүгінгі күнге дейін бізден жалғасып келе жатыр. Қазіргі кезде де осы әдемі жас ақындар, жазушылар шығып келе жатыр. Бұл енді біздің өңірдің әдебиетінің еш уақытта өлмейтіндігін көрсетеді. Сонымен бірге осы сыр өңірінен шыққан өнер адамдарының таланттылығын, дарындылығын көрсететін бір ғана фактор осы біздің әдебиетіміз. Енді қазақ тілі мәселесі. Қазақ тілінің осы қазақ жерінде қазақ тілін кеңінен қолдануда осы кертартпа тұстар әлі де кездесіп жатады. Бұдан қалай арыламыз? Енді бұл тіл деген мәселе осы шынына келген кезде осы дәл осы уақытта осы жаңағы біздің мемлекеттік тілдің мәртебесі, оны қолдану деген нәрсе тіптен олай ойласақ сөз болмау керек қазір. Өйткені қазақ мемлекетінде осы мемлекеттік тіл бәр жерде үстем болу керек. Өкінішке орай осы қазақ тілінің қолданысы бұл әсіресе мынау біздің
жаңағы орталық қалаларымызда, сонымен бірге мына солтүстік облыстарда кенжелеп келе жатыр. Бұған енді әрине бірыңғай енді бізде бір нәрсе болатын болса, тек қана мемлекетті кінәлау бір басым болып кетті. Бұған енді мемлекетті кінәлай қоюда керек па, керек емес па білмеймін. Біздің өзіміздің де ішкі рухымызда осы мен қазақпын, мен ағылшын тілін білем, орыс тілін білем, француз тілін білем, бірақ мен міндетті түрде қазақша сөйлеуім керек деген іште бір сондай сезім болу керек. Сондықтан жаңағы Сұлтан Махмұттың жамандық көрсең өзіңнен, жақсылық көрсең өзіңнен деген бар ғой, сол сияқты мынау мемлекеттік тілдің қолданыс аясында да біз тек қана мемлекетті, мемлекет басшысын кінәлай беруіміз керек емес, оны өзімізден іздеуіміз керек. Әр адам өзінен бастау. Әр адам өзімізден. Иә, сондықтан енді бұл әрине үлкен проблема. Оны әркімге барып сен тек қана қазақ тілінде сөйлетіп айта қоюдың өзі қиын. Дегенмен де енді мына қазіргі жастардың осы бағытта жасап жатқан бір жақсы жұмыстарын айтып кетуімізге болады. Әлеуметтік желі дегеніміз өзі біздің өмірімізге кәдімгі араласып кеткен нәрсе. Осы әлеуметтік желіде кәдімгі осы мемлекетшіл, ұлтжанды, тілдің жанашырлары осы бір қазақ тіліне байланысты жақсы ойларын айтып жатыр. Тіптен бір акция сияқты нәрселерді көтеріп, біз тек қана қазақша сөйлейік. Орыс тілінде сұрақ қойса да қазақша сөйлейік деген. Ол енді бүгін орындала қоймайды, бірақ ол бірте-бірте санаға сіңеді. Бірте-бірте біз осыған қалыптастыруымыз керек. Енді мемлекеттің тарапынан да бір талаптар қойылу керек шығар. Қазақ тілін білмеген адамдарды билік басына апармау, мемлекеттік қызметке алмау деген сияқты талаптар қойыла бастаса, осы процесс жиілейді. Бірақ енді біз өзі қазақ қашанда шүкіршілік қалыппыз. Осы шүкірдеуіміз керек. Анау кеше кеңестік кезеңменен бүгінгі кезеңнің арасында жер мен көктей нәрсе бар. Әсіресе осы мемлекетке. Алматыға барған кезде бір автобустың ішінде бір қазақ тұрады, жан-жағының бәрі өзге ұлт. Аналы бір кішкентай автобустың ішінде бірде-бір қазақша сөйлейтін адам болмайтын. Қазір енді бірте-бірте келе жатыр ғой, дегенмен де осыны әрмен қарай жетілдіру, осы мемлекеттік тілдің мәртебесін өзінің деңгейінде қою, ол әр қазақтың міндеті. Әр қазақ осы уақытта енді жұмыс жасауымыз керек. Енді өкінішті нәрселер көп, дегенмен де енді оны жолға қоюдың бір бағыттарын тек қана мемлекеттік тілде сөйлеу керек деген жалған ұраншылдықпен емес, сол бір мемлекеттік тілде қазақ тілін үйретудің бір жақсы әдістемесін табу керек. Екінші жақ сол міндетті түрде мемлекеттік тілде сөйлеудің де әдістемесін табу керек. Бұл әдістеме жаңа айтып отырған билік тарапынан қойылатын талаптар болу керек шығар. Ал енді латын әліпбиіне көшуге қаншалықты біз дайынбыз? Маңыздылығы бар ма латын қарпіне көшуге? Енді бұл латын әліпби деген мемлекеттің тарапынан қолға алынып жатқан не ғой? Қазір басып қалды сол мәселе, бір көтерілді де қазір. Бұл мәселеде әрине енді біз мынандай нәрсені ойлауымыз керек, жалпы біздің әрбір басқан қадамымызға енді мына мемлекеттік қадам дейміз ба, ұлттық қадам дейміз ба, сол жерде тек қана біз жалғыз емес екенімізді ойлауымыз керек. Бізді қоршап отырған қаншама мемлекеттер бар. Мен кейбір кездерде ойлаймын, осы біздің латын әліпбиіне көшуімізге, осы кейбір кездерде осы ұлттық тарихымызды бір тереңдей зерттеуімізге байланысты осы бір Ресейдің ықпалы болмайды ма екен деп те ойлаймын. Мүмкін ондай нәрсе де болуы мүмкін. Ал енді таза осы латын әліпбиіне көшуге байланысты өткенде ғана мемлекет басшысы айтты, 25 жылға дейін біз міндетті түрде көшуіміз керек деп, және бұл латын әліпбиіне байланысты көп нәрсе ғалымдарға келіп тірелу керек. Ғалымдардың осы әліпбиге байланысты пікірлерін ескеруіміз керек деген
ойы ол дұрыс. Өйткені осы латын әліпбиіне көшу керек деген кезде бұны бірден бір саясатқа айналдырып жібердік. Біз ана жерде де жиналыс өткіземіз, мына жерде де жиналыс өткіземіз. Ол енді жиналыспен келмейді ғой. Ол зерттелу керек, оның дұрыс варианты ұсынылу керек. Ол әліпбидің әр жағында ертең ұрпақтың сауаттылығы жатыр. Әліпбидің әр жағындағы біздің ұлттық сөйлеу мәнеріміз жатыр. Әліпбидің әр жағында тіптен ұлттық сананың қалыптасуы жатыр. Сондықтан бұл мәселеге дәл осындай ғылыми зерделенген дүниелерді алып баруымыз керек. Екінші жағы, жалпы осы латын әліпбиіне көшу керек пе, көшпеу керек пе деген кезде, ол көшу керек міндетті түрде. Бірақ осының ар жағындағы бір нәрсені біз ұмытпауымыз керек. Өйткені әліпби бұл түркі халықтарын жақындастыратын да үлкен бір құрал. Мысалға бір нәрсені айтайық, әлемде араб тілді бірнеше мемлекет бар. Сол бірнеше мемлекеттің тұрғындары бірін-бірі түсінеді, бір тілде сөйлейді. Әлемде бірнеше түрік тілді мемлекет бар, бірақ біз бірін-бірімізді түсінбейміз. Проблема осыдан бастап шығу керек. Енді біздің мысалға түріктер болсын, әзербайжандар болсын, жалпы мынау біздің жаңағы ата қонысымыз деген мәселеде қазақты таңдайды. Оған ешқандай оларда бір кері көзқарас ондай жоқ. Сонымен бірге біздің таза түрік тілі осы қазақ тілі дегенді олар қолдайды. Дәл осындай ойменен біз осы латын әліпбиінің кезінде анау басқа түріктектес халықтардың бір-бірін түсінуге әсер ететіндей әліпбиге де баруымыз керек. Мысалға бұл бүгін ойлап отырсам ол мүмкін емес нәрсе сияқты, бірақ біздің бір-бірімізді түсінбеуімізге, тіліміздің бір-бірімізден алшақтап кетуімізге кезінде кеңестік идеология әсер етті ғой. Солар кәдімгі қолдап, балталап тұрып жасады. Ал енді дәл қазір кезде бізде де дәл сондай саясат болу керек. Бұл біріншіден бұл тілдің бір-бірімізге жақындауы, бұл түркі халықтарының бір-біріне рухани жақындауына әкеледі. Біздің түбіміз бір, туысқан халықпыз. Қазіргі кезде енді ал бұл анау рухани жақындау деген сөз, оның ар жағында уже үлкен саясат, үлкен кәдімгі дүниелер жатыр. Сондықтан әсіресе осы руханият мәселесінде біздің алдымызда тұрған ең үлкен проблеманың біреуі осы түркі тілдес халықтардың бір-біріне жақындауына және тіл арқылы жақындауына, мәдениет арқылы, әдебиет арқылы жақындауына ең бірінші назарда ұстауымыз керек. Міне латын әліпби де осыған қызмет жасау керек деп ойлаймыз. Ал енді латын әліпбиін енді дәл қазіргі кезде енді алаулатып, жалаулатып берудің қажеті жоқ. Жалпы әліпбиге көшу мәселесі ол қолға алынды. Енді қазіргі кезде осы әрине енді әліпбидің нұсқаларына байланысты мынау тілші ғалымдардың арасында кішкене бір түсініспеушіліктер бар. Ол енді мемлекеттің тарапынан жолға қойылады деп ойлаймыз. Қалай болған кезде де осы ұрпақтың сауаттылығына, ұрпақтың болашағына қызмет ететін әліпби қабылдану керек. Осы мен айтатыным. Рахмет сізге көп. Жақсы сұхбат болды, танымды сұхбат болды деп есептеймін. Ғабит жыл уақыт тауып келгеніңізге, сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Жобаның шығармашылығы жолына табыс тілеймін, ғылыми зерттеу жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, деніңізге саулық, отбасыңызға бақ береке тілеймін. Құрметті көрермендер және тыңдармандар, Ғабит Әнешұлымен болған сұхбатты Сыр шаңырағы YouTube каналынан Қызылорда облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасы және Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің әлеуметтік желі парақшаларынан тамашалай аласыздар. Музей радиосымен бірге болыңыздар.